Антарктида астында не жатқанын ойлап көрдіңіз бе? Кейбіреулер мұнда бөтен ғаламдық тіршілік бар деп ойлайды. Не болмаса, мұз қабаты артында бүтін бір жасырын әлем жатыр деп елестетеді. Бірақ шын мәнінде жағдай мүлде басқа. Бұрын Антарктида дәл Амазон орманы сияқты болыпты. Барлық жері тіршілікке толы болған. Әдемі жәндіктер мен жануарлар, тіпті динозаврлардың сүйектері жер астында сақталған. Қазір мұздың астында жасырын таулар, аңғарлар және 400-ден астам көл бар. Кейбірі миллиондаған жылдар бойы күн сәулесін көрмеген. Сол жерде кішкентай микроорганизмдер өмір сүріп, адам пайда болғанға дейінгі дәуірден қалған болуы мүмкін. Себебі сол кезде Антарктида экваторға жақын орналасқан, климат жылы және ылғалды болған. Алайда континенттер қозғалып, полюстер өзгерген сайын Антарктида оңтүстікке жылжыған. Температура төмендеп, бәрі мұзға айналған. Бір күні мұз ериді. Сол кезде миллиондаған жыл бойы мұздың ішінде ұзақ уақыт бойы сақталған әлем ашылады. Мұнда бөтен тіршілік болмауы мүмкін, бірақ бұл шынымен жоғалған, ұзақ уақыт бойы жасырын қалған әлем.